Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін біз сіздерге Кәрім Мәсімов жайлы айтатын боламыз. Басты бет жаңалықтар: Мәсімов ұйғыр ма, қазақ па? 2007 жылы Кәрім Мәсімов үкімет басшысы ретінде тағайындалғанда, бірқатар саясаттанушылар Мәсімов кім деген сыңайды талдау мақалалары жарық көрді. Мәселені белгілі сарапшы Аркадий Дуванов «Время новости» газетінде электронды нұсқасында былай жазыпты: Кәрім Мәсімовтің ұлты қазақ емес ұйғыр, ал оның Қытай, орыс және ағылшын тілдерін жетіп меңгергені қазақ тілін қақпайтынын біраз жайт аңғарыпты. Ал Азия аналитика қорының сарапшысы Дмитрий Клоков былай деген екен: ең маңыздысы, Мәсімовтің ұлты ұйғыр, ол шығыс Түркістан немесе Шыңжаң ұйғыр автоматикалық аудандық ұйғырлармен арада тығыз қарым-қатынасын орнатқан. Бұл өз кезеңінде Қытай мен Қазақстанның экономикалық байланыстарын дамыта түседі деп түйіндейді. Шынында Кәрім Мәсімовтің ұлты кім? Егер қазақ болса, руы кім? Қай жүзге жатады? Деген мәселелер көп ағайындардың көптен бері бас ауыртып жүргенде. Қазақта жоқ қою қасы мен сұлу мұртына қарап, біреулер оны ұйғыр деп те жүрген. Жасырын емес. Тегін не қол жасырады, не қу жасырады деген премьер-министрі тегі ұлты туралы ақпарат таба алмадық. Бұл үкімет не жасырып жүрген беймәлім. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.